Баршаға сәлем, менің есімім Асем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі видеода осындай гүлді узормен тоқылған үйге арналған аяқ киім тоқитын боламыз. Узор өте қарапайым. Естеріңізде болса, менің каналымда дәл осы гүлді узормен сумка тоқыған мастер-классым бар. Сол узорды қолдана отырып, бүгін осындай аяқ киім тоқитын боламыз. Ендеше барлығыңызға сәттілік. Видеоны соңына дейін қарап, осындай әдемі тапочки тоқуды менімен бірге үйреніңіздер. Бізге керекті заттармен таныс болайық. Бізде ең алдымен осындай жіп керек. Бұл бізде 100% акрил. Міне, 100% акрил. 100 граммға 350 метр. Біз бұл жіптен екі қабаттап тоқитын боламыз. Негізі кез келген жіппен тоқсаңыздар болады. Және бізге керегі крючок. Міне, мынадай крючоктың үлкен жағымен тоқсаңыздар болады. Мен бұндай крючокқа үйренбегендіктен бұл крючокпен тоқмаймын. Және дәл соған ұқсас, осының қалыңдығына ұқсас менде екі крючок бар. Мынау біреуі 2, мынау 2,5. Екеуімен де тоқуға болады. Мен номер 2,5-мен тоқимын. Өйткені бұлардың айырмашылығы ондай қатты емес. Мен осы 2,5-мен тоқимын. Бұдан кейін осындай маркерлер керек, қайшы керек, и бізге осындай дайын табан керек. Міне, мына жерде дайын петлялар бар. Осы жерден алып тоқимыз. Мен аяқ киімнің біреуін тоқып қойғанмын. Екеуі бірдей жолмен тоқылады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан дәл мына аяқ киімнің қазір екінші парын осы жолмен тоқып шығатын боламыз. Негізі біздің бұл табандарымыз екі размерге кіші жүреді. Менде мына жерде 40-41 размер, бірақ бұл бізде 38 размерге идеальны болып келеді. Ендеше бастайық. Қай жерден бастаймыз? Кез келген жерінен бастауға болады. Өйткені біз бір қатар айналып келеміз де, болды, жібімізді кесеміз. Егер артына мынадай тоқмайым десеңіздер, міне, дәл осы жерден бастап тоқимыз. Мына жерден бастап аяқтасақ болады. Мынаны жасамау өз қалауларыңыз. Ендеше, міне, кез келген жерінен бастаймыз. Көріп тұрсыздар, петля бар мына жерлерде. Осы петлядан жібімізді шығарамыз. Міне, мен екі қабаттап алдым жібімді. Осы жіпті мына жерден шығарамыз. Мына кончикті қазір қосып тоқып кетеміз. Бір воздушный петля. Енді дәл осы алған жерден тағы да өткізіп столбик без накида тоқимыз. Енді әрі қарай, мына, қараңыздар, бөлек-бөлек петлялар тұр. Осының әр қайсынан 2-2 столбик без накидадан тоқимыз. Келесі петляға өтеміз. Міне, кіргіздім. Мына жерде екеу. Осы екеуінен де өту керек. Осы жерден 2 столбик без накида тоқим. Мына кончикті қосып тоқып кетіп жатырмын. Бір. И дәл осы жерден екінші столбик без накида. Келесі көзге өтеміз петляға, міне. Осы жерден де 2 столбик без накида. Міне. Бірінші. И дәл осы жерден екінші. Міне. Дәл осылайша мына жердегі барлық петляларды қалдырмай 2-2 столбиктан мына жерге дейін тоқып әкелеміз. Мінекей қыздар, толық айналдырып тоқып алдық. Жаңа айтқанда, егер толық мына жағы арт жағы керек емес десеңіздер, мына жерден тоқтатуға болады. Енді жібімізді кесіп осыны жасырамыз. Мына жерде соңғы жаңағы бірінші тоққанымыз бар ғой. Біріншіміз осымен қосамыз. Соединительный петля жасаймыз. Міне. Анадан алып шығамыз, болды. Енді мына кончикті өз қалауларыңызша жасырсаңыздар болады. Бұл жерде тек мына столбиктардың арасы бар. Осылардың арасына жасырып шығамыз. Бұлай алдыға артқа өткізіп қойсаңыздар да болады. Бұл ешқайда шығып кетпейді. Өйткені бізде мына жерде екі қабат жіппен тоқып атқандықтан өте тығыз болып тоқылады. И бізде негізі крючоктың жуандығы
мына екі қабат жіпке сәйкес келмейді. Сондықтан да міне осылай әдемі формасын ұстайды бұл тапочки. Жай ғана столбиктардың арасынан өткізіп жатырмын. Осымен жіпті кесіп тастауға болады. Енді сразу узорларды тоқуға кірісеміз. Ол үшін табанымыздың дәл ортасын тауып аламыз. Примерно осы жерде аламыз. И осы жерге белгілеп маркер қоямыз. Енді осы маркерден оң жаққа қарай 7 петля санаймыз. Маркерді қоспаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Осы жерден белгі қоямыз. Солға қарайда дәл солай 7 петля санаймыз. Міне маркерімізді дайындап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне мынау 7-ші. Мұнан санаған жоқпын мен. Енді осы жерден бастап тоқимыз. Крючогымызды мынау бірінші маркерді алып тастап, дәл осы жерге кіргіземіз и жұмыс жібімізді алып шығамыз. Міне, ондай қатты ұзын кончик керегі жоқ. Қазір бірге қосып тоқып кетеміз. Енді 2 воздушный петля. Міне. Мына жіпті ұстап отырып, қосып тоқып кетеміз. Накид аламыз и дәл осы қазір алдық қой. Осының қасындағы петлядан өткіземіз. Мына жіп іште қалып кету керек кончик. И мынандай ұзын петля шығарамыз. Накид аламыз, мынаны қолмен ұстап тұрамыз. Дәл осы жерден тағы да ұзын петля шығарамыз. Міне. Бұл бізде пышный столбиктар. Біріншіміз кетті. Енді қараңыздар. Тағы да накид аламыз, мынаны қолмен ұстап тұрамыз. Тағы да накид аламыз. Бір петля қалдырамыз. Келесі петлядан дәл осындай пышный столбик шығарамыз. Міне, біреу. Накид аламыз. Дәл осы жерден екінші пышный столбик. Міне. Бірінші қатар сәл қиындау болуы мүмкін, өйткені кончикті ұстап тұру керек. И мынау табанға жақын деген сияқты. Бізде 2 пышный столбик тұр. Енді тағы да накид аламыз. И бір петля тастаймыз қасынан. Біз қазір мынадан алдық қой. Енді соның қасындағыдан бір петля тастап, келесінен дәл осылай пышный столбик шығарып аламыз. Міне. Бүйтіп тартамыз. Тағы бір накид аламыз. И дәл осы жерден тағы бір пышный столбик шығарамыз. Міне. Бізде крючогымызда 3 пышный столбик. Мына жіпті енді жұмыс жібімізді қолмен ұстап тұрамыз да. Міне. Мынау барлық столбиктің арасынан алып шығамыз. Міне. Бір шығардым. Енді мынау ұстап тұрған жіпке крючокты кіргіземіз бұлай. И мына жұмыс жіпті тартамыз. Енді мына жерден бір петля өткіземіз. И осы екеуінен тағы бір өткіземіз. Міне. Осымен біздің бірінші узорымыздың бастапқы несі дайын болады осылай. Бізге мынау маркер қажет емес, мынау тастай салсақ болады. Жалғастырамыз ары қарай. 2 воздушный петля. Накид аламыз и дәл осы жерден мынау узордың үстіңгі жағынан дәл жаңағыдай 2 пышный столбик шығарамыз. Міне, біріншісі кетті. Накид дәл осы жерден екінші. Міне. Накид аламыз. Енді мынау үшінші пышный столбик бар, ол өткен қатардағы. Дәл соның основасынан аламыз. Міне. Бір. Накид дәл осы жерге. 2. Міне. Тағы да накид аламыз. Енді бір петля қалдырамыз. Келесі петлядан міне шығарамыз. Міне. 1. И дәл осы жерден 2. Бізде тағы да 3 пышный столбик бар. Дәл жаңағыдай мына жіпті қолмен ұстап тұрып, барлығынан мына жібімізді бір өткізіп аламыз. Міне.
Енді жаңа қолымыздағы петлядан крючокты өткіземіз да, жұмыс жібімізді кішкене тартамыз. Мынадан бір петля шығарамыз, и осы екеуінен бір өткіземіз. Міне. Біздің маркеріміз түсіп қалды. Қазір қай жерден түскенін анықтаймыз. Біз қазір жаңағы мына ортадағы маркерді шешкен жерден тоқыдық. Осы жерден былай қарай жетеу санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Өзі орны тұр екен жаңа маркер киілгеннің. Аузын жауып қояйық. Мінекей. Бізге енді мына кончикті кесіп тастай салсақ болады, кедергі келтірмес үшін. Әрі қарай жалғастырамыз. 2 воздушный петля, накид аламыз, и осы жерден пышный столбик шығарамыз. Міне, біреу, накид аламыз, дәл осы жерден екінші. Міне. Енді накид аламыз, и өткен қатардағы соңғы пышный столбиктің основасынан аламыз. Міне, біреу, дәл осы жерден екеу. Келесісін тоқимыз, накид аламыз, енді бір петля қалдырамыз, одан кейінгісінен біреу, накид аламыз, дәл осы жерден екінші. Енді мына жіпті ұстап тұрып, осының барлығынан бір өткізіп аламыз. Егер барлығынан өткізуге қиналсаңыздар, мынандай кезек-кезек каждыйынан былай-былай өткізіп алсаңыздар болады. Міне, енді қолымыздағы жіптен крючокты өткізіп, жұмыс жібімізді кішкене тартамыз. Қатты тартпаңыздар, жіп үзіліп кетуі мүмкін. Енді бір петляны шығарамыз, и дәл осы екеуінен өткіземіз. Біздің гүліміздің нелері құрастырылып жатыр уже. Дәл осылай жалғастырамыз. 2 петля, воздушный петля, накид, дәл осы жерден міне. Біреу, и екінші. Накид аламыз, өткен қатардағы соңғы столбиктің основасынан тоқимыз. Біреу, и дәл осы жерден міне. Екеу. Накид аламыз, бір петля қалдырамыз, келесі петлядан міне. Біреу, и дәл осы жерден екінші. Міне. Үшеу болды бізде крючокта. Мына жіпті ұстап тұрамыз, и мына жұмыс жібімізді столбиктардың барлығының ішінен өткізіп аламыз. Кезек-кезек былай-былай өткізсеңіздер болады. Міне. Енді қолымыздағы петлядан крючогымызды өткізіп, жіпті тартамыз. Бір петля шығарамыз, и крючогымыздағы 2 петлядан бір петля шығарамыз. Жалғастырамыз. 2 воздушный петля, накид аламыз, дәл осы жерден 2 пышный столбик шығарамыз. 1 и 2. Міне, накид аламыз, өткен қатардағы соңғы узордың основасынан аламыз. Міне, 1, накид аламыз, дәл осы жерден екінші. Міне, накид аламыз, бір петля қалдырамыз, келесі петлядан столбигімізді шығарамыз. Міне, біреу, накид аламыз, дәл осы жерден екінші. Міне, бізде үшеу болды. Мына 1, 2, 3. Жұмыс жібімізді ұстап тұрамыз, и осының барлығынан бір алып шығамыз. Міне, енді қолымыздағы петлядан крючогымызды өткізіп, жұмыс жібімізді тартамыз. Осыдан бір петля шығарамыз, и екеуінен бір петля. Біздің бірінші қатарымыз почти аяқталды. Енді 2 воздушный петля жасаймыз да, қатарымызды бітіреміз. Мына маркер тұрған петляға, яғни мына соңғы узордың қасындағысынан столбик без накида тоқимыз. Осымен бірінші қатарымыз жабылды. Жіпті кеспейміз, түйіндемейміз, маркер кигізіп қоямыз. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Екінші қатарға көшеміз. Жұмыс жібімізді дәл бұлайынан алып келеміз мына бетке.
мынау осылай тұрады. Қазір қатардың соңында көрсетемін. Міне. Мынау жаңа тоқыдыға бірінші қатарда. Осыдан 3 петля санаймыз міне. 1, 2, үшіншіге кіргіземіз міне. Үшіншіге. Осыдан жұмыс жібімізді алып шығамыз. И мынаны былай тартып, мынамен бірдей қыламыз. Но бізде қатты тартылып қалмау керек, сондықтан реттеп аламыз осы жіпті. Енді 2 воздушный петля жасаймыз. 1 и 2. Накид аламыз. Дәл осының қасындағы петлядан, міне қазір біз мына жерден тоқыдық қой. Осының қасындағы петлядан столбик шығарамыз міне. Накид алдын и мынандай ұзын столбик шығардым. Накид алдын, дәл осы жерден екінші столбик, пышный столбигім шығарам міне. Накид аламыз. Енді қараңыздар. Мына жер бар ғой, жаңа өткен қатарда тоқыған жеріміз. Осының основасынан аламыз міне. 1. Дәл осы жерден міне. Екінші. Бізде 2 пышный столбик болды. Накид аламыз. Енді міне, мынаның жоғарғы жағынан аламыз. 1. И дәл осы жерден накид аламыз. Екінші. Мынау жаңағы жіпті қосып тоқып кетіп жатырмыз міне, ішінде қалып кетті. Енді осы үшеуінен жұмыс жібімізді шығарамыз. Бұлай ұстап тұрамыз и барлығынан бір бүйтіп алып шығамыз. Міне, бір бөлек алып шықтым, 2 бөлек алып шықтым и үшіншісін. Енді қолымыздағы петлядан крючокты өткіземіз, жіпті тартамыз. Бір петля и осы екеуінен тағы бір петля шығарып тартамыз. Міне уже екінші қатарымыз басталды. 2 воздушный петля, накид и дәл осының жаңағы алған осы жерден міне жоғарғы жағынан 1 и 2. Енді накид аламыз. Міне мына гүлдің ортасынан аламыз міне. 1 и 2. Келесі міне мына гүлдің үстінен аламыз. Міне 1. Дәл осы жерден 2. Бізде 3 пышный столбик болды. Енді осыдан бір шығарамыз. Жібімізді ұстап, міне. Бірінші столбик, пышный столбик кетті. Екіншісі кетті. Үшіншісі кетті. Надан крючогымызды өткіземіз, ұстап тұрғаннан. Тартамыз. Бір петля шығарамыз. И міне, екеуінен бір шығарамыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз міне. 2 воздушный петля. Накид аламыз. Осы жерден 1 и накид аламыз. Екінші. Накид. Енді міне. Қараңыздар, көріп тұрсыздар, міне. Мынау гүлдің ортасынан аламыз. Бізде жалпы бір гүлде 6 лепесток шығу керек қой. 1. Дәл осы жерден екінші. Накид аламыз. 1. Келесінен тоқып жатырмын, уже көрдіңіздер ма? Екінші міне. Енді осыдан бір шығарамыз. Біреуінен өткізіп алдым. Осылай жасасаңыздар ыңғайлы болуы мүмкін міне. Ой, мен бір жібім қалып қойды. Екіншінен, үшіншісінен крючоктағы жіп ілеміз. Қолымыздағы жіпті крючокқа ілеміз. Бір петля и осы екеуінен біреу міне. Көрдіңіздер міне? Бір гүлде 6 лепестоктан шығып жатыр. Жалғастырамыз. 2 петля. Накид аламыз. Біреу. Накид аламыз. Дәл осы жерден екінші. Накид аламыз. Енді мына гүлдің ортасынан аламыз. 1. Екінші. Накид аламыз. Енді келесі гүлге өтеміз. 1.
дәл осы жерден екінші. Міне осының барлығынан бір өткіземіз. Міне біріншіден кетті, екіншіден кетті. Енді міне үшінші. Қолымыздағы петлядан крючокты өткізіп, жіпті тартамыз. Бір петля шығарамыз. Осы екеуінен біреу. Міне. Қазір осы екінші қатарды көрсетсем, уже ары қарай тапочки мына жерге дейін тек сол жолмен тоқылады. Тек мынау екінші қатардың жабылуын қазір көріп алсаңыздар болды. Екі воздушный петля. Накид аламыз. Міне, дәл осының жоғарғы жағынан екі столбик шығарып алдық. Накид аламыз. Енді мынау астындағы гүлдің ортасынан аламыз. Бір и екі. Бізде екеу болып тұр. Үшіншісін міне мына гүлдің ортасынан аламыз. Міне бір и дәл осы жерден екі. Міне осы үшеуінен енді жібімізді өткізіп аламыз. Ұстап тұрамыз. Біріншісінен кетті, екіншісінен кетті и үшінші столбик, пышный столбиктан қолымыздағы жіптен крючокты өткіземіз и мынаны тартамыз. Бір петля шығарамыз. Осы екеуінен бір өткіземіз. Міне. Енді қатарымызды жабуға жақындап қалдық. Екі воздушный петля. Накид аламыз и осы жерден пышный столбиктарымыз шығарамыз. Екеу. Міне. Бір, екі. Накид аламыз. Міне. Енді мынау гүл бар ғой астындағы. Осы жерден аламыз. Міне. Бір. Дәл осы жерден екінші. Міне. Маркерге пока тимей тұрамыз. Енді накид аламыз да, дәл осы жаңа өткен қатарда бір столбик без накида жасадық қой. Осы жерден аламыз. Міне. Бір. Накид аламыз и дәл сол жерден екінші столбикті шығарамыз. Міне. Екі. Енді мынау крючокта тұрған, маркерде тұрған петляны крючокқа ілеміз де маркерді шығарамыз. Міне. Енді біз жалпы крючокта 3 пышный столбиктан тоқып атыр едік. Енді мына қатарымыз бітетін кезде 4 столбиктан тоқитын боламыз. 4 пышный столбик болу керек бізде. Ол үшін бір накид аламыз. Міне. Қазір мына жерден алдық. Осының қасындағы бір петляны қалдырамыз. Одан кейінгісінен де дәл осылай 2 пышный столбик шығарып аламыз. Бір. Дәл осы жерден міне. Екінші. Бізде жалпы 4 болды. Осы 4-еуінен енді бір өткіземіз. Міне. Бір кетті. Екі кетті. Үш кетті. И міне 4-ші. Қолымыздағы петляны өткіземіз. Петлядан жіпті тартамыз. Бір петля. И осы екеуінен бір тоқимыз. Мінекей біздің екінші қатарымыз. Екі воздушный петля аламыз да қатарымызды жабамыз. Дәл осының, міне, қазір мына жерден тоқыдық қой. Соның қасындағы петлядан столбик без накида тоқимыз. Міне. Енді осы петлядан тағы да маркер өткізіп қоямыз. Міне. Екінші қатардың жабылу жолын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Дәл осылайнан басын бастауды да көрдіңіздер, аяғын аяқтауды да көрдіңіздер. Міне, өзімізге керек ұзындықты, яғни мынамен бірдей етіп, мына жерге дейін тоқып аламыз. Дәл жаңағыдай, мына жіпті мына бетке өткіземіз де 3 петля санаймыз. Міне, мынадан кейін 1, 2, 3. Осыдан өткізіп тоқи береміз. Міне, мынамен бірдей қылып аламыз. Әрі қарай өздеріңіз тоқып, мына жерге жеткенде кездесеміз. Мінекей қыздар, өзімізге керек жерге дейін тоқып алдық. Екеуін салыстырып қарайтын болсақ, міне, бірдей болып тұр. Мынадай гүлдермен санасақ болады. Мысалы, мен біріншісін тоқып аяқтап алдым, Міне,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 былай 10 толық гүл. Мынаны дәл солай санап екеуін салыстырып алсақ болады. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Міне гүлдерінің қатарлары да бірдей. Міне табанымызды былай беттестірген кезде де бір жерден бітіп тұр. Міне мына жаны да, мына жаны да. Енді жібімізді кесуге болады. Екі воздушный петля жасаймыз. Міне мынау бізде соңғы гүліміз аяқталды, Міне екі воздушный петля. И мынау жаңағы гүліміздің соңғы лепестогын жасадық. Соның қасынан соединительный петля жасаймыз. Міне жібімізді кесеміз. И мынаны крючоктағы петлядан шығарамыз. Сөйтіп тартсақ, міне мына жерде уже түйін сияқты қатарымыз жабылады. Мына кончикті дәл жаңа мына жерге жасырғандай, бірінші кончикті осылай жасырып аламыз. Міне. Просто столбиктардың арасынан былай өткізіп алсақ болады. Міне. Міне 5-6 рет өткіздік. Жіпті кесіп тастай салсақ болады. Міне. Бізде толық бір моток жіптен міне осынша астатып қалады. Бұл тапочкидің өзінің узоры гүлді болғандықтан, мына тапочкилар сияқты мынандай гүл тоқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл тапочкиді мынадай биркалармен, мынау мен өзімнің именной биркам, заказбен жасатқам. Осындай бирка қойсақ болады, немесе мынандай магазиндерде сатылатын бирка қойсақ та болады. Мынау қызылға қара онша жараспай қалатын сияқты. Сондықтан мен мына бирканы қоямын. Бұндай биркаларды Инстаграмға бирка деп жазсаңыздар, өзі жасайтын адамдардың аккаунттары шығады. Міне қараңыздар, уже басқаша көрініп тұр. Екіншісінде дәл солай қойып аламыз. Мына жерде алтын ілмек деген менің өзімнің қойған атауым бар. Мінекей оп-оңай тоқылатын тапочки. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, каналды қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да әдемі видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.